Ассалаумағалейкум ағайын. Адамзат баласы ғаламда жалғызбыз ба деп баяғы заманнан ойланып келеді. Бұл ой жазушы фантастарға көптен бері мұрша бермей келе жатыр. Адам мен өзге планеталықтардың кездесуі қалай болады екен деп бәріміз көз алдымызға елестетеміз. Мысалы, Клиффорд Симак өзінің ғарыш инженерлері романында олардың достығы мен өзара әрекеттесуін сипаттады. Ал Герберт Уэллс болса бізге олардан сақ болуды үйретті. Оның әлемдер соғысы романы инопланетяндардың жаулаушылық қатты ниеттерін ашты. Өзге әлемдік өркениеттің адамзаттан толық тотальды артықшылығын көрсетті. Қалай десек те осы кездесу туралы ой көпшіліктің көкейінде жүр. Адамның қолына жаңа технология тие салысымен олар басқа жұлдыздардың айналасынан жерден тыс тіршілікті іздей бастады. Іздеу жұмыстары күні бүгінге дейін жалғасуда. Бірақ өзімізге интеллектуалды цехтан әзірге әріптес таба алмадық. Мүмкін олар шынымен де жоқ па? Ал егер солай болса неге? Астрономдардың біз жалғызбыз ба деген сұраққа жауап берудегі ең танымал әрекеті бұл Дрейк теңдеуі. Бұл теңдеумен басқа экзопланеталардағы кез келген өмірдің бар болуы есептелмейді. Бұл теңдеумен интеллектуалды, біз сияқты ақыл есі бар, өз планетасынан тыс қарым-қатынас жасай алатын өркениеттің қаншау екені есептелінеді. Басқаша айтқанда, егер ғаламда өмір бар болса, бірақ оның жеткілікті интеллектісі болмаса, Дрейк теңдеуі оны жоққа шығарып қарастырмайды. Бұл теңдеу болашақта бір күні біз байланыса алатын галактикамыздағы бөтен өркениеттердің санын сипаттайды. Оның шарттары мынаған сәйкес келеді. Жұлдыздар мен планеталардың үлесі, өмір пайда болуы мүмкін планеталардың үлесі, интеллектуалды өмірді қолдануға қабілетті планеталардың үлесі. Консервативті есептеулерді қолданып, бұл теңдеудің ең аз нәтижесі 20-ға тең болып шықты. Яғни, біздің галактикамыз құс жолында бізбен гипотезалық тұрғыда байланыса алатын 20 интеллектуалды өркениет болу керек. Бірақ біз ешкіммен байланыс орнатқан жоқпыз. Оның үстіне біз ешкімді таппадық, және әртүрлі сезімдер мен ғарыштың тереңдігіне үңіліп, ары қарай жылжуымызды жалғастырып келеміз. Біреулер үмітпен, ал біреулер уайыммен. Ғаламның көлемін ескерсек, интеллектуалды өмірдің ғарышта кем дегенде бір рет дамығанын біз анық білеміз. Ол бізбіз, адамзат баласы. Біз де осы үлкен ғаламның бір бөлігіміз. Ал осы ғаламда біз жалғызбыз ба? Бұл парадокс Ферми парадоксы деп аталады. Физик Энрико Фермидің құрметіне берілген болатын. Инопланетяндық өркениеттің шынымен бар болу ықтималдығы жоғары. Бірақ осы өркениеттің дәл осы уақытқа дейін ешқайсысын көрмедік. Осы қарама-қайшылықтар туралы бірінші болып ойланған Ферми болатын. Үлкен сүзгі. Өзге планеталық өмір бар шығар, бірақ біз оны көрмейміз. Демек, мәселе өркениеттің дамуы кезінде жиі кедергілерге тап болуы мүмкін. Басқа планеталардағы өмір тұрғындарының жеткілікті ақылды болып дамығанына дейін аяқталып қоюы да мүмкін. Сондықтан біз әлі күнге дейін ешкімді көрмедік. Яғни, планеталардағы өмірді тоқтата алатын шынымен де бір үлкен сүзгі бар сияқты. Теориялық тұрғыда өмірдің пайда болуының шарттары мынандай. Жұлдыздың айналасындағы тар жолақта планеталардың тіршілік ету аймағында орналасу мүмкіндігі. Өмір сүру үшін тым ыстықта және тым суықта емес жер болу керек. Және осы планетада өмірдің пайда болуына жәрдемін тигізетін органикалық молекулалардың болуы. Бірақ көптеген экзопланеталар әртүрлі жұлдыздардың тіршілік ету аймағынан байқалды. Құс жолында олардың саны шамамен 40 миллиард. Бірақ онда тыныш. Дегенмен олардың жағдайлар тіршіліктің пайда болуына сәйкес келмеуі де ғажап емес. Сүзгіден өту өмірдің даму барысында өте ерте кезеңдерде де болуы мүмкін. Біз жоғарғы сынып биологиясынан митохондриялар жасушалардың қуат көзі екенін жақсы білеміз. Дегенмен митохондрия бір кездері тәуелсіз өмір салтын жүргізетін бөлек бактериялар болған. Сол бұрынғы уақыттарда жер бетіндегі белгісіз бір жасушалы организм осы бактериялардың бірін жұтып қоймақшы болған. Бірақ бұл бактерия қорытылып кетудің орнына осы жасушамен тандемленіп, қосымша энергия шығара бастайды. Бұл өз кезегінде жасушалардың уақыт өте келе тіршіліктің жоғары формаларына дейінгі дамуына көмектесті. Мұндай таңғажайып оқиға бүкіл құс жолында бір-ақ рет қана болуы әбден мүмкін. Сонымен қатар, адамның миы сияқты үлкен мидың дамуы да сүзгі болып табылуы ғажап емес. Өйткені біз көптеген жаратылыстар мекендейтін планетада өмір сүреміз.
Бірақ оның тарихында адамның ақыл ойында интеллект бір-ақ рет қана пайда болды. Ал басқа планеталардағы тіршілік иелеріне мұндай энергияны қажет ететін нейрондық құрылымдарын дамытудың қажеті жоқ шығар. Жоғарыда аталған мүмкіндіктердің барлығы үлкен сүзгінің бізден әлдеқайда артта қалғанын көрсетеді. Ал адамзат баласы болса, басқа планеталардағы тіршілік иелері қол жеткізе алмаған кедергілерінің бәрін жеңген жалғыз түр. Дегенмен олай да болмауы әбден мүмкін. Тіршілік үнемі біздің деңгейге дейін дами алады. Бірақ қандай да бір апаттың нәтижесінде жойылуы да мүмкін. Ядролық энергияның ашылуы кез келген дамыған қоғам үшін ықтимал оқиға. Және осы ядролық энергия қоғамды құртып жіберуге қабілетті. Дамыған өркениетті құру үшін бүкіл ресурстарды пайдалану планетаның өзін өлтіреді. Жаһандық климаттың өзгеру бұған ең жақсы мысал бола алады. Немесе бұл бізге тым кеш болғанша байқалмайтын өте үлкен басқандай апат та болуы мүмкін. Егер галактика шынымен бос және өлі болса, басқа өмір туралы айтатын болсақ, біз үлкен сүзгіден өтіп кету мүмкіндігіміз артады. Басқа тіршілік адамзаттың жеңе алған кейбір сынақтарынан өте алмады. Сол үшін де біздің галактика бос. Күндердің күнінде біз жат планеталық өркениетті тапсақ, бірақ сол кездері ғарыш интеллектуалды өмірге толы болмаса, бұл деген сөз үлкен сүзгі болашақта бізді әлі күтіп тұрғанын білдіреді. Теориялық тұрғыда галактикамыз түрлі тіршілік иелеріне толы болуы керек еді. Бірақ олай емес. Тағы бір мүмкіндік, ол құс жолын мекендейтін басқа өркениеттер өз планеталарының бетінен қандай да бір апаттан жойылды. Егер солай болса, сол апатпен бізде болашақта кезігеміз. Біз ондаған жылдар бойы космосқа радио толқындар жіберіп, өзіміздің бар екенімізді айқайлап танытып жатқандаймыз. Әрине, интеллектуалды өркениет үндемей көлеңкеде қалуы мүмкін. Бірақ бізбен қарым-қатынас жасай алатындарға қызығушылық танытып отырмыз. Ол үшін сол өркениет бізге қандай да бір белгілерді беруі керек. Қалай болғанда да, жер бетіндегі тіршіліктен басқа тіршілік иелерін біз әлі күнге дейін таба алмадық. Кейде шексіз ғарышта өзімізді жалғыз қалғандай сезінуіміз мүмкін. Бұл тек адамзат баласының ұзақ мерзімді өмір сүру мүмкіндігі сәл де болса көбірек екенін көрсетеді. Адамзатқа үміт үзуге әлі ерте, бірақ бір орында да тұруға болмайды. Басқа әлемдік әріптестерді табу үшін бізді әлі ұзақ жол күтіп тұр. Сіздермен болған ғалам және табиғат арнасы. Каналға тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар ағайын.